Баршаңызға сәлем. Бүгін 82-ші сабақтың есептерін орындаймыз. Сабақтың тақырыбы монеталар мен қағаз ақшалар. Бұл сабақта монеталармен және қағаз ақшалармен түрлі төлем жасауды үйренеміз. Бірінші есеп көбейту мен бөлуді орында. 50 көбейту 2-ні 5 ондық көбейту 2 деп жазып алып, алдыңғы сабақтарда орындадық. Дәл сол әдіспен орындаймыз. 5 ондықты 2-ге көбейтсек 10 ондық болады. Қалғандарын солай жалғастырамыз. 50-ді 2-ге көбейтеміз. Бұл 5 ондықты 2-ге көбейтсек 10 ондық болады. Ол 100-ге тең. 200-ді 3-ге көбейтетін болсақ 200-дік деп жазып аламыз. 200-дігімізді 3-ге көбейтсек 600-дік болады. Бұл 600-ге тең. 400-ді 5-ге бөлсек бұл 40 ондықты 5-ге бөлеміз. 40-ті 5-ге бөлсек 8 ондық болады. 8 ондығымыз 80-ге тең. Ал 100-ді 5-ге көбейтсек 100-дікті 5-ге көбейтуіміз керек. Бұл 500-дік болады. 500-дігіміз 500-ге тең. 300-ді 6-ға бөлеміз. Бұны 300-ді 30 ондық деп жазып алып, оны 6-ға бөлетін болсақ 5 ондық болады. 5 ондығымыз 50-ге тең. 600-ді 3-ге бөлетін болсақ 600-дік бөлу 3 деп, бұл 200-дікке тең болады. Демек 200-дігіміз 200-ге тең. Екінші есеп Қазақстанның қай сандары жазылған монеталары мен қағаз ақшаларын білесің. Осы ақшалардың құнын білдіретін сандарды алдымен өсу ретімен, содан соң кему ретімен жаз. Демек біз берілген монеталарды жазып шығамыз. Бірінші бұл тиындар, яғни оларды монета деп айтаймыз. Бұлар тиын ақшалар 1 теңгелік, 5 теңгелік, 10 теңгелік, 20 теңгелік, 50 теңгелік, 100 теңгелік және 200 теңгелік. Ал қағаз ақша, бұлар банкноттар. Қағаз ақшалар 500 теңге, 1000 теңге, 5000 теңге, 10.000 теңге, 20.000 теңге. Бұл жерде біз өсу ретімен жаздық. Енді осы ақшаларды, яғни тиындарды, монеталарды біз кему ретімен жазамыз. Ең үлкеннен бастаймыз. 200, 100, 50, 20, 10, 5, 1. Ал қағаз ақшаның ең үлкені 20.000 теңге, одан кейін 10.000 теңге, 5.000, 1000, 500. Үшінші есеп 50 теңге, 100 теңге, 200 теңге монеталарын пайдаланып, 500 теңгені ұсақтаудың түрлі нұсқаларын жаз. Үлгіде бізге бір нұсқасы көрсетілген. Бұл жерде 200 теңгеліктен 2 алған және 100 теңгеліктен 1. Барлығының қосындысы 500 теңгеге тең болады. Дәптерге орындаймыз. Демек, бірінші нұсқаны жазып қойдық. Келесі нұсқаны өзіміз жазамыз. 100-ге 100-ді қоссақ 200, оған 200-ді қоссақ 400, оған тағы 50 теңгеліктен 2 қосамыз. Бұл 450, 500 теңге болады. Одан кейінгісі 50 теңгеліктен 2, 100 теңгеліктен 1 алдық. Бұл 100-ге 100 қоссақ 200 болды. Оған тағы 200-ді қостық. Бұл 400 болды. Оған тағы 50 теңгеліктен 2 қостық. Бұл 500 теңге болды. Төртінші есеп, есепті шығар. Азамат анасымен бірге дүкенге барды. Олар 500 теңгеге май, 200 теңгеге кәмпит және 100 теңгеге нан сатып алды. Азамат анасы екеуі неше теңгеге сауда жасады? Есептің берілгенін жазамыз. Май 500 теңге, кәмпит 200 теңге екен, нан 100 теңге екен. Барлығы неше теңге болғанын табу үшін біз бұларды қосамыз. 500-ге 200-ді қоссақ 700, 700-ге 100-ді қоссақ 800. Демек, жауабы Азамат анасы екеуі 800 теңгеге сауда жасады. Бесінші есеп, есепте. Демек, бұл жерде теңгелер берілген, неше теңге екен, оларды қосып шығуымыз керек. Бос ұяшықтарға шыққан мәнін жазып барамыз. 20 теңгеге 50 теңгені қоссақ 70 теңге, 100 теңгеден 50 теңгені азайтсақ 50 теңге, 50 теңгені 2-ге көбейтсек 100 теңге, яғни 50 теңгеден 2 деген сөз бұл. 20 теңгеге енді 100 теңге мен 80 теңгенің айырмасын қосуымыз керек. Бірінші жақшаның ішін орындаймыз. 100-ден 80-ді азайтсақ 20 болады. Ал енді 20-ға 20-ны қоссақ 40 теңге.
Кейінгісі 500 теңгеден 50 теңге мен 20 теңгенің айырмасын азайтуымыз керек. 50-ден 20-ны азайтсақ 30 болады. Ал 50-ден тағы да 30-ды азайтсақ 20 теңге қалады. 10 теңгені 2-ге бөлсек 5 теңге болады. Яғни 10 теңгені 2 адамға бөліп беретін болсақ 5 теңгеден береміз. 6-шы есеп салыстыр. 400 теңге мен 400 теңгені салыстыратын болатын болсақ, бұлар тең, өзара тең. Ал 500 теңге мен 300 теңгені салыстырсақ, 500 теңге 300 теңгеден артық, яғни көп. Ал 600 теңге мен 700 теңге мен 200 теңгенің айырмасын салыстырсақ, 700-ден 200-ді азайтатын болсақ, 500 теңге қалады. Демек, 600 теңгеміз бұның айырмасынан артық екен. Ал 100 теңгеге 900 теңгенің қосындысы 900 теңгеден артық болады. Өйткені 100 теңгеге 900 теңгені қосатын болсақ, бұл 1000 теңге болады. Жетінші есеп, суретке қара. 100 теңгені бірдей монеталар мен әртүрлі монеталармен қалай шығарып алуға болады? Ендеше мына жерде қараймыз. 20 теңгеліктен 5-еу бар. Және 10 теңгеліктен 5-еу бар екен. 50 теңгеліктен 2-еу және 100 теңгеліктен 1-еу бар екен. Дәптерге орындаймыз. Асында бірдей монеталармен 100 теңгені шығаруымыз керек. Ол үшін 50 теңгеге 50 теңгені қосамыз. Бірінші. Демек, бұл 100 теңге болады. Және бірдей монеталармен деген ғой. Демек, 20 теңгеліктен 5-еу аламыз. Бұл 100 теңгені құрайды. Яғни 20-ға 20-ны қоссақ 40, оған 20-ны қоссақ 60, оған 20-ны қоссақ 80, 80-ге 20-ны қоссақ 100 теңге. Енді әртүрлі монеталармен қалай істесек болады дейді. Демек, 50 теңгеліктен 1-еу және 20 теңгеліктен 2-еу, бұл 70, 90 болды. Оған және 10 теңгелікті қосамыз, сонда 100 теңге болады. Немесе 50 теңгеліктен 1-еу, 10 теңгеліктен 5-еу алсақ, бұл 100 теңгені құрайды. Және 10 теңгеліктен 3-еу, 50 теңгеліктен 1-еу, 20 теңгеліктен 1-еу алсақ, бұл 100 теңгені құрайды. Қосып есептеп көрсек болады. 10-ға 10-ды қоссақ 20, оған 10-ды қоссақ 30, 30-ға 50-ді қоссақ 80, 80-ге 20-ны қоссақ 100 болады. 8-ші есеп. 16 теңге, 27 теңге, 51 теңге, 56 теңге, 65 теңге және 70 теңгелік ақшаларды қандай монеталармен жинақтауға болады? 16 теңгені 10 теңге және 5 теңге мен 1 теңгені алып 16 теңге құрастырсақ болады. 10-ға 5-ті қоссақ 15, оған 1-ті қоссақ 16 болады. 27 теңгеміз 20 теңгеге 5 теңгені қосамыз 25 теңге және 1 теңгеліктен 2 аламыз. Бұл 27 теңге болады. 51 теңгеміз 50 теңге және 1 теңгенің қосындысы болады. 56 теңгеміз 50 теңгелік, 5 теңгелік және 1 теңгелік. 65 теңгеміз 50 теңгелік, 10 теңгелік және 5 теңгелік. 70 теңгеміз 50 теңгелік және 20 теңгелік монеталардан жинақтасақ болады. 9-ші есеп, ойлан тап. А. Дүкенде 3 литрлік минералды судың бағасы 200 теңге тұрады. Егер жалғастың 500 теңгелік 2 қағаз ақшасы болса, ол 9 литр суды неше теңгеге сатып алады? Сатушы оған неше теңге қайтаруы тиіс? Берілген жазаламыз. 3 литр су 200 теңге болса, 9 литр су неше теңге тұратынын тауып аламыз. Ода бар еді 500 теңгеліктен 2-еу, яғни 500-ге 500 қоссақ 1000. 1000 теңге ақшасы бар екен. Енді бұл жерде 9 литр суды неше теңгеге сатып алатынын тауып алуымыз керек. Ол үшін 3 литр су 200 теңге тұратын болса, осындайдан нешеу сатып алу керек, соны табуымыз керек. 9 литрді 3 литрге бөлеміз, бұл 3 болады. Демек, ондай судан бұл 3-еу сатып алу керек. Ендеше 3-ті 200-ге көбейтеміз, бұл 600 теңге болады. Демек, ол 600 теңгеге 9 литр су сатып алады. Енді ода 500 теңге, 500 теңгеден 2-еу бар, бұл 1000 теңге болады.
одан 600 теңгені азайтсақ 400 теңге қалады. Демек, сатушы оған 400 теңге қайтаруы тиіс екен. 9-шы есептің әсі 600 теңгеге бірдей 2 доп және бір секіртпе алуға болады. Қайсысы қымбат, доп па, әлде секіртпе ме? Дәптерге берілген жазаламыз. 2 доп 600 теңге болса, бір секіртпе 600 теңге екен. Қайсысы қымбат дейді. Доп па, әлде секіртпе ме? Соны табуымыз керек, және бір доп қанша тұратынын табуымыз керек. Шешуін орындаймыз. Демек, бір доп қанша тұратынын анықтау үшін бізде айтқан 2 доп 600 теңге деген. Ендеше 600-ді 2-ге бөлеміз, сонда 300 теңге шығады. Демек, бір доп 300 теңге тұрса, ал секіртпе 600 теңге болатын болса, ендеше секіртпе қымбат тұрады екен. Демек, жауабы доп 300 теңге тұрады, секіртпе қымбат. Осымен бүгінгі 82-ші сабақтың барлық есептері орындалды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.